Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе ауылы нөмірі 192 орта мектебінің 10-шы Б сынып оқушысы Айқасым қызы Балкерім. Менің жетекшім Ахмет Қалбибі. Менің таңдаған номинация менің кәсібім, менің бизнесім деп аталады. Осы орайда мен таңдаған тақырып сары қымыз сүйегіне сіңсе, сан ауруды кеседі. Ең алдымен мен зерттеудің мақсатымен таныстыра кетсем, зерттеудің мақсаты қазақ халқының ұлттық сусыны болып табылатын салмақ мен қымыздың пайдасын зерттеу, сол арқылы оның маңызын түсіндіру, және де осы ұлттық сусындарымызды нарыққа шығару үшін жұмыс жасау. Зерттеу жұмысының негізгі міндеттері ол саумалдың құрамындағы оның дәрумендерін анықтау және оның пайдасын, ағзаға деген түрлі шипалық қасиеттерін табу, және де оның емдік қасиеттерін көрсету арқылы оны нарыққа шығару. Келесі кезекте зерттеудің өзектілігі. Оған біз қымыз халқымыздың сан ғасырдан бері қолданып келе жатқан ұлттық сусыны екендігін түсіндіру. Ал келесі кезекте жобаның стратегиясын айта кетсем, бұл мәселе қазіргі таңда қолданыста, яғни саумалдың пайдасын анықтау және оны нарыққа шығару үшін көптеген жұмыстар жасауымыз қажет. Ұлттық тағам, ұлы тағам. Ата-бабаларымыздан келе жатқан осындай ұлттық тағамдарымызды, ұлттық сусындарымызды, яғни біздің ұлттық брендтерімізді біз көбірек қолдануымыз қажет және оны нарыққа шығара білуіміз керек. Зерттеу осы орайда мен бие сүтімізді, осы зерттеудің барысында бие сүтін нарыққа шығару үшін көптеген жұмыстар жасадым. Бие сүтімен саумалдан не пайда бар деген сұраққа жауап берсек. Бәрімізге де көбіне саумал мен қымыз қолдану, оның пайдасы көп деп айтады. Бірақ осындай сөздерді естіген кезде оның қандай пайдасы бар деген сұрақ бәрімізді де мазалайды. Сол үшін де мен осы зерттеу жұмысымды осы сұрақтың аясында жасадым. Саумалдың құрамындағы құнды қасиеттер. Бие сүтінің құрамындағы құнды қасиеттер 1922 жылғы зерттеулер нәтижесінен белгілі. Яғни оның ерекшелігі, оның құрамындағы химиялық элементтер оның генетикалық қасиетіне қарай болады. Бие сүтінің тағамдық сапасы оның құрамындағы кездесетін белок, липидтерге байланысты болып келеді. Келесі кезекте саумалдың құрамындағы дәрумендерге тоқталсақ, жалпы саумалдың құрамында көптеген дәрумендер бар. Олар саумалдың құрамындағы С дәрумені ол сиыр сүтінің құрамындағына қарағанда 7 есе жоғары болады. Еуропаның ғалымдары оны емдік және диеталық өнім ретінде қолдануға кеңес береді. Және де саумалдың көмегімен біз өзіміздің иммундық жүйемізді, ағзамызды және ағзадағы ойық жараны емдей аламыз. Келесі кезекте құрғақ саумалға туралы айта кетсек, құрғақ саумалы ол биенің жаңа сауылған сүтінен құрғату әдісімен алынған ақ ұнтақ. Ол қазіргі таңда саумал деген атпен танымал. Ол ең алғаш 2 жыл бұрын нарыққа енгізілген болатын. Сол кезде ол алғашында танысып болғанымен қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие. Тек қазақстандықтарды ғана емес, сонымен қатар шетелдіктерді де қызықтырып отыр. Қосылған шоколад. Саумал қазіргі таңда жалпы барлығы да шоколад жегенді жақсы көреді. Оның көңіл күйге, миға қалай әсер ететінін біледі. Алайда саумал қосылған шоколад кәдімгі қарапайым шоколадтарға қарағанда пайдалырақ екенін ешкім де ойламайды. Осы кезекте мен осы жайлы айта кетсем, жалпы саумал қосылған шоколад ол қазіргі таңда енді танымал болып келе жатыр және оның құрамы бізге көңіл күйімізге ғана емес, денсаулығымызға да әсерін тигізеді. Британдық нутрициолог Аткинс айтқандай, ол саумал қосылған шоколадтың құрамында өлімге алып баратын қант жоқ. Сондықтан да оны қант диабетімен ауыратын адамдар да жиі алады. Соңында айта кетерім, мен жетекшімен бірге бірлесіп, үлкен ағаларға жасаған ұсыныстарыма тоқтала кетсем, ең алдымен шипалы әрі шөлбасар сусын ретінде оны қолайлы ыдыстарға құйып, нарыққа шығарса, сол арқылы біз зиянды сусындардан бас тартып, қымыз қолдана аламыз.
Келесі дүкендердегі зиянды сусындарды қымызбен алмастырса, сол арқылы біз ағзамызда пайда болатын ауруларды азайта аламыз. Келесі үшінші ұсынысым ол салауатты өмір кешу мақсатында тойларда дастарханға тек қымыз қойылса. Және төртінші ұсынысым қаламыздың демалыс бағыттарында қымыз ханалар көптеп ұйымдастырылса. Сол арқылы біз қымызды нарыққа шығаруға, оны дамытуға көптеген үлесімізді қоса аламыз деп ойлаймын.